Мен оянған Қарақалпақ халқымен біргемін. Өзінің құқын, тәуелсіздігін сақтау үшін күресу, Алланың махаббатын, мейірін шақыратын әңгіме. Зұлымдарда ұлт болмайды. Мирзаян өзбек емес, Назарбаев қазақ емес. Зұлымдар тек өзіне өкілдік қылады, тұтас халыққа өкілдік қылмайды. Сол зұлымдардың, сол диктатор жауыздардың қолшоқпары болып, халық миллиондап зардап шекпеуі керек. Ақиретте сол зұлымдармен бірге тозақта жанып қалмаймын десеңіз, ұлтыңыз мейлі қазақ, мейлі қырғыз, мейлі өзбек, мейлі қарақалпақ бол, зұлымдарға, диктаторларға бірге қол ұстаса отырып қарсы тұрайық. Бүгін Қарақалпақты өтірік референдуммен қалпақпен ұрып аламын десе, өзбек қателеседі. Себебі Қарақалпақтың мәселесі қазақтың мәселесі және қырғыздың мәселесі. Біз Қарақалпақ бауырларымызды жат диктатордың темір тегеуріне салып қойып қарап отырмаймыз. Бұл мәселені біздің көтергеніміз көтерген. Бүгінгі қазақтың жастары бұл мәселені қашан болмасын көтереді. Сондықтан бүгінгі өзбек халқы мынау диктатор есінен айырылған Мирзаевтың надандығына жол бермесін. Өзбектер екі үлкен қателік жасағалы отырсыңдар. Бірі, Өзбекстанның заңына қол қойып, мынау Каримов сияқты диктатор болғалы отыр. Оған жол бермеңдер. Диктатура ешқандай елді күшейтпейді. Бүкіл адамзаттың тарихы оған куә. Орнында ұзақ отырған әрқандай басшы сол ұлттың соры болады. Ұзақ жыл билікте тақта отырған басшының айналасына оған тек қана жағымпаздар мен ұрығарлар жиналады. Сондықтан мына Мирзаевты кетіріп, оның орнына тың идеясы бар, жаңа идеясы бар, жаңа адамдарды әкеліңдер. Не, өзбектің басқа қатыны Мирзаев сияқты ақылды еркек туалмап па? Туады. Назарбаевтың 30 жыл отырып алғаннан қазақ халқы ғасырлық, мың ғасырлық зияны шекті. Қазақ халқын мәңгі бақи өкінішке салып кетті Назарбаев. Барлық диктаторлар сол халықтың соры. Сондықтан мынау референдумда Өзбекстанның заңын өзгертіп, тағына жабысып қалам деген мына екінші диктатор, ол өзбектің соры болады. Сондықтан оны орнына қою керек. Бұл бір. Екіншісі, Құдай тәуелсіз ұлт қылып жаратқан. Тәуелсіз жер беріп, тәуелсіз мәдениет беріп, Азияның төсінде таңғажайып цивилизация мен өркениетті жаратқан тәуелсіз Қарақалпақ халқының еркіндігі мен теңдігіне қол сұғу жаратушы Алланың ирадасына қарсы. Егер осы мәселеде қандай да бір өзбек зұлымдыққа жақтас болса, немесе зұлымдыққа үнсіз қарап отырса, оның жасаған құлшылығы, оқыған намазы, бүкіл қарекеті күйеді. Бұл зұлымдық, бұл жауыздық. Бұл Аллахтың қарсылығын, Аллахтың ғазабын тудыратын үлкен зұлымдық болады. Біз өз бауырымызға өзіміз қол салмауға тиіспіз. Қарақалпақ өз еркімен қосылды, өз еркімен тәуелсіздік алуға құқылы болса, ол солай қалу керек. Тіпті Қарақалпақ тәуелсіз ел болып тұру керек. Бүгінгі айтатын әңгімем осы. Мен оянған Қарақалпақ халқымен біргемін. Өзінің құқын, тәуелсіздігін сақтау үшін күресу, Алланың махаббатын, мейірін шақыратын әңгіме. Зұлымдарда ұлт болмайды. Мирзаян өзбек емес, Назарбаев қазақ емес. Зұлымдар тек өзіне өкілдік қылады, тұтас халыққа өкілдік қылмайды. Сол зұлымдардың, сол диктатор жауыздардың қолшоқпары болып, халық миллиондап зардап шекпеуі керек. Ақиретте сол зұлымдармен бірге тозақта жанып қалмаймын десеңіз, ұлтыңыз мейлі қазақ, мейлі қырғыз, мейлі өзбек, мейлі қарақалпақ бол, зұлымдарға, диктаторларға бірге қол ұстаса отырып қарсы тұрайық. Алла тағала әр пенденің рыздығын жеке берген, әр халықтың рыздығын жеке берген. Қарақалпақ жалғыз емес, Қарақалпақтың айналасында аға бауыры жетеді. Мен Америкадағы Қарақалпақпын. Мен Америкадағы Қарақалпақпын. Мені Қарақалпақ деп есептеңіздер. Біз Қарақалпақты зұлымдардың табанына тастап қарап отыра алмаймыз. Бұндай қазақ миллиондап саналады. Сондықтан Құдай өзіңе берген жеріңе разы болып, Құдай өзіңе берген рыздығыңа разы болып, тәубаңды үйіріп отыр әрбір өзбек. Жаттың, өзгенің, Құдай тәуелсіз қылып жаратқан басқаның жеріне көзіңді алартпа, тәуелсіздігіне қолыңды сұқпа.
егер кімде-кім зұлымдыққа жақтас болады, ол Алланың қарғысына, лағнетіне қалады. Алла кімге берген рыздықты, оны тартып алу зұлымдық жасау. Қарақалпақ тәуелсіз мемлекет болуға тиіс. Оның егемендігін айрам деген келісім шартты бұзу, ол зұлымдық. Аталмыш референдум Қарақалпаққа қатысты болса, онда тұтас Қарақалпақ өздері ғана дауыс берсін. Оған жан-саны көп өзбектің халқы дауыс беріп, жоқ, Қарақалпақтың тағдырын біз шешеміз деуге, оған дауыс берген өзбектің ешқайсының хақысы жоқ. Қарақалпақтың жері де, бүкіл ұлттық бөгенайы, тілі де бәрі өзбектен басқа қалып. Сондықтан мынау кеше ғана орыстың тепкісінен босап, бүгін ғана қолына егемендік алған өзбек, енді басқаларға зұлымдық жасайтын болса, Аллахтың қарғысына қалады. Егер осы мәселеде қандайда бір өзбек Қарақалпаққа зұлымдық жасайтын осы диктаторларды қолдаса, немесе үнсіз қалса, Аллахтың қарғысына қалады. Бұл зұлымдық. Біз туыспыз, өзбек те туыс, қазақ та туыс. Өзбек өз ағам деген қазақ. Қазақ қырғыз бір туған дейді. Қарақалпақ, мен Қарақалпақпын, ал керек болсаң. Мен Қарақалпақпын, ал міне, мен Қарақалпақпын деп жариялаймын өзімді. Маған қазақ болған не айырмасы жоқ, қырғыз болған не айырмасы жоқ, маған Қарақалпақ болдың не айырмасы жоқ, маған ноғай болдың не айырмасы жоқ. Мен әрі қазақпын, әрі қырғызбын, әрі қалпақпын, әрі ноғаймын. Бұл бауырлардың ортасына бұндай от салу үлкен тарихи қателік. Біздің Орта Азия халықтары біздің берекесіздігімізден тарихта қаншама қателік жасадық. Әмір Темір мен Тоқтамыс ханның соғысы тарихта бүкіл Еуропа тарихшылары, араб тарихшылары мен парсы тарихшыларын шошытқан. Даланың екі арыстаны Әмір Темір мен Тоқтамыс хан, солар сырдың бойында бекерден бекер соғысып, миллиондаған әскерін қырып алған кезде Еуропа күшейді. Әмір Темірден Орта Азиядан тепкі көрген Бабыр барып, бүкіл Үндістан, Пакистан, Ауғанстанды жаулап алды. Тоқтамыс Мәскеуді 3 рет өртеп тастады. Қазақтың ханы Тоқтамыс. Сол кезде отырықшы қазақтардың ханы болған, отырықшы өзбектердің ханы болған Әмір Темір мен Тоқтамыс соғыспағанда, бүкіл жер жүзінде бүкіл орыс сияқты жауыз империя болмайтын еді. Сол орыстардың күш алып кетуіне, Еуропаның күш алып кетуіне Әмір Темір, Тоқтамыс екеуінің соғысы себеп. Біздің ата-бабаларымыз өткізген алдыңғы бұндай тарихи қателікті бүгінгі түркі халқы қайталамауы керек. Әмір Темірмен сол кезде Селжұқ түріктерінің сұлтанында соғысты. Әмір Темірмен Түркияның түріктері соғысты. Бұдан өткен қателік бар ма? Бүкіл Азияны, бүкіл Еуропаны, бүкіл Африканы жаулап, түркі халықтары әлемдегі ең қуатты халық болып отыратын еді. Орыс о кезде қазақтың құлы болатын. Тоқтамыстың өзі бір барғанда 3 барып шауып тастаған, қырып тастаған Мәскеуді. Мәскеу дегенің кәдімгі қазақтар кез келген уақытта өртеп тастайтын қала еді. Қазақтардың құлы еді. Сол неден әлсіредік? Неден орысқа бодан болды? Неғып орыстың тепкісінде бір жатқанда 200 жыл жаттық? Неғып қызыл орыстың коммунистердің қырғынын көрдік? Соның барлығы берекесіздігімізден, аға бауыр бір-бірімізге қол салғандығымыздан, қырылысқандығымыздан. Бүгін Қарақалпақты өтірік референдуммен қалпақпен ұрып аламын десе, өзбек қателеседі. Себебі Қарақалпақтың мәселесі қазақтың мәселесі және қырғыздың мәселесі. Біз Қарақалпақ бауырларымызды жат диктатордың темір тегеурініне салып қойып қарап отырмаймыз. Бұл мәселені біздің көтергеніміз көтерген. Бүгінгі қазақтың жастары бұл мәселені қашан болмасын көтереді. Сондықтан бүгінгі өзбек халқы мынау диктатор есінен айырылған Мирзаевтың надандығына жол бермесін. Өзбектер екі үлкен қателік жасағалы отырсыңдар. Бірі, Өзбекстанның заңына қол қойып, мынау Каримов сияқты диктатор болған отыр. Оған жол бермеңдер. Диктатура ешқандай елді күшейтпейді. Бүкіл адамзаттың тарихы оған куә. Орнында ұзақ отырған әрқандай басшы сол ұлттың соры болады.
ұзақ жыл билікте тақта отырған басшының айналасына оған тек қана жағымпаздар мен ұрығарлар жиналады. Сондықтан мына Мирзаевты кетіріп, оның орнына тың идеясы бар, жаңа идеясы бар, жаңа адамдарды әкеліңдер. Не, өзбектің басқа қатыны Мирзаев сияқты ақылды еркек туалмап па? Туады. Назарбаевтың 30 жыл отырып алғаннан қазақ халқы ғасырлық, 1000 ғасырлық зияны шекті. Қазақ халқын мәңгі бақи өкінішке салып кетті Назарбаев. Барлық диктаторлар сол халықтың соры. Сондықтан мынау референдумда Өзбекстанның заңын өзгертіп, тағына жабысып қалам деген мына екінші диктатор, ол өзбектің соры болады. Сондықтан оны орнына қою керек. Бұл бір. Екіншісі, Құдай тәуелсіз ұлт қылып жаратқан. Тәуелсіз жер беріп, тәуелсіз мәдениет беріп. Азияның төсінде таңғажайып цивилизация мен өркениетті жаратқан тәуелсіз Қарақалпақ халқының еркіндігі мен теңдігіне қол сұғу жаратушы Алланың ирадасына қарсы. Егер осы мәселеде қандай да бір өзбек зұлымдыққа жақтас болса, немесе зұлымдыққа үнсіз қарап отырса, оның жасаған құлшылығы, оқыған намазы, бүкіл қарекеті күйеді. Бұл зұлымдық, бұл жауыздық, бұл Аллахтың қарсылығын, Аллахтың ғазабын тудыратын үлкен зұлымдық болады. Біз өз бауырымызға өзіміз қол салмауға тиіспіз. Қарақалпақ өз еркімен қосылды, өз еркімен тәуелсіздік алуға құқылы болса, ол солай қалу керек. Тіпті Қарақалпақ тәуелсіз ел болып тұру керек. Қарақалпақ пен жансаны бірдей немесе одан да азғалықтар Еуропада мықты ел болып, мемлекет болып тұр. Сондықтан бүгінгі Өзбекстанның билігі жасайтын зұлымдықты өзбек халқы тосу керек. Мынау қазіргі диктатор, тақта ұзағырақ отырып бас айланып қалған диктатор, мына Орта Азия халықтарына тарихи қателікті жасамасын, тарихта болған үлкен отты қайта жақпасын. Сондықтан мынау ақылды еңбекшіл өзбек халқы бұл мәселенің алдын алуы керек. Бұл Қарақалпақтың ғана мәселесі емес, өзбектің мәселесі. Мен өзбек халқын сыйлаймын. Өзбекті көрсем өз ағам деп білемін. Жақсы көремін. Орта Азиядағы өркениеттің ордасы болған өзбек халқы. Бірақ басқаларға зұлымдық жасау Алланың ғазабын шақырады. Басқаларға зұлымдық жасау Алланың ғазабын шақырады. Аллахтың ғазабы оңдарыңнан, солдарыңнан, астыларыңнан, үстілеріңнен, алдарыңнан, арттарыңнан келген кезде бармақтарыңды шайнап қалсаңдар, кеш болады. Сондықтан мынау бейбіт жасап отырған басқа бір қауымның, мейлі ол әлсіз болсын, аз болсын, оның хақысын жеу, оның еркіндігін шектеу, ол зұлымдық. Бүгінгі айтатын әңгімем осы. Мен оянған Қарақалпақ халқымен біргемін. Өзінің құқын, тәуелсіздігін сақтау үшін күресу, Алланың махаббатын, мейірін шақыратын әңгіме. Зұлымдарда ұлт болмайды. Мирзаян өзбек емес, Назарбаев қазақ емес. Зұлымдар тек өзіне өкілдік қылады, тұтас халыққа өкілдік қылмайды. Сол зұлымдардың, сол диктатор жауыздардың қолшоқпары болып, халық миллиондап зардап шекпеуі керек. Ақиретте сол зұлымдармен бірге тозақта жанып қалмаймын десеңіз, ұлтыңыз мейлі қазақ, мейлі қырғыз, мейлі өзбек, мейлі Қарақалпақ бол, зұлымдарға, диктаторларға бірге қол ұстаса отырып қарсы тұрайық. Алла тағала әр пенденің рыздығын жеке берген, әр халықтың рыздығын жеке берген. Қарақалпақ жалғыз емес, Қарақалпақтың айналасында аға бауыры жетеді. Мен Америкадағы Қарақалпақпын. Мен Америкадағы Қарақалпақпын. Мені Қарақалпақ деп есептеңіздер. Біз Қарақалпақты зұлымдардың табанына тастап қарап отыра алмаймыз. Бұндай қазақ миллиондап саналады. Сондықтан Құдай өзіңе берген жеріңе разы болып, Құдай өзіңе берген рыздығыңа разы болып, тәубаңды үйіріп отыр әрбір өзбек. Жаттың, өзгенің, Құдай тәуелсіз қылып жаратқан басқаның жеріне көзіңді алартпа, тәуелсіздігіне қолыңды сұқпа. Егер кімде-кім зұлымдыққа жақтас болады, ол Алланың қарғысына, лағнетіне қалады. Менің айтайын деген сөзім осы. 5 жағымды жаңалығымыздың 3-ші тобыменен сіздерді хабарлар қылдық. Баршаңыз
Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Алға Қарақалпақ, алға тәуелсіз Қарақалпақстан. Орта Азияда түркі халықтарының берекелі тату-татты болғаны керек. Себебі айналамызда зұлымдар толып тұр. Қытайдың иті болған Талибан тұр. Өзбектер ойлап қалмаңдар, бізге жау қайдан келеді деп. Егер Алла тағала қаласа, ана сақалы биттеген талибандарды келіп, Ташкендіңді, ана шаһарларыңды бір-ақ сәтте күл-талқан қыла салады. Аллахтың ғазабына қалсаңдар, сендердің бүкіл жақсылықтарың бір-ақ сәтте ойран болады. Аллахтың ғазабына қалудан қорқыңдар, өзбектер. Қарақалпақтың тәуелсіздігі мен егемендігіне, мұстақылдығына тиісуші болмаңдар. Қарақалпақ тәуелсіз халық, ежелдің ежелінен тәуелсіз халық. Кеше қазақ Жоңғарға қарсы шапқанда, Алталаштың бір алашы болып, Қабанбай батырдың басшылығында Жоңғарға қарсы шапқан қазақ пен Қарақалпақ, қырғыз, ноғай, осылардың барлығы одақ болып Жоңғарға қарсы шапқанбыз. Мен өзбек бауырларымды сыйлаймын, құрметтеймін. Өзбектің өркениеті қазақтың өркениеті. Өзбектің шаһарларында қазақтың үлесі бар. Бүгінгі өзбек болып жазылып кеткен бәленбай миллион өзбектің арғы тегі қазақ, отырақшы қазақтар оңтүстіктегі. Енді сол өзбек халқы біздің сыйлайтын, жақсы көретін халқымыз. Мені әрберден кейін қайтарып айтқанда, мен өзбек десең өзбекпін, қазақ десең қазақпын. Орта Азияда бәріміз бір таудың бойында бір өзеннің суын ішіп өмір сүргенбіз. Өзбектің астығын қазақ алып, өзбектің матасын қазақ алып, қазақтың малын өзбек сатып, қазақтың малын өзбек бағып, тарихтан бері ата-бабамыз бір жасаған. Бірімен бірі аудармасыз түсінген. Енді мына зұлымдықты қайталамайық. Кешегі Ақсақ Темір менен Тоқтамыс ханның қателігін қайталамайық. Ата-бабаларымыз өткізген қателіктер біздің бүгінгі аз болуымыздың, құл болуымыздың, соңғы 2 ғасырдағы қанды тарихымыздың бірден бір себебі. Ендеше сол отты қайта үрдемеңдер. Бүгін қателік өткізсеңдер, ертең жауабын бересіңдер. Аман болайық. Әркімге Құдайдың өзінің берген жері бұйырсын. Басқаның жеріне көз алартпа. Басқаға Құдайдың берген жерін көпсін бе? Өзіңе бергенге ие болып, соның қызығын көрсең, сол жеткілікті. Империялар, қанға тоймайтын тирандар, патшалар ешқашан сол қанмен тұншығып өлгеннен басқа өмір көрген жоқ. Топыраққа тоймайтындардың көзін топырақ жапты. Қанға тоймайтындар қанға тұншығып өлді. Аға бауырдың ортасында, бірге туған халықтардың ортасына от салбаңдар. Ендеше біздің айтарымыз осы. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.